Сәлеметсіз ба? Менің атым Жанна, жасым 45-те. 98 жылы Алматыға келдім, Шымкент қаласында тұрдым. Алматыға келіп оқу орнына түсім, оқу орнын бітіріп, жоғары оқу орнын бітіріп, тұрмыс құрдым. Сөйтіп төрт баланың анасымын қазір. Үлкен балам 18-де, екінші балам 16-да, қызым 10-да, 9 жаста. Сөйтіп төрт баланың анасы болып атандық қазір. Өзім жұмыс орнында әуезовский военкоматта инспектор болып жұмыс жасадым. Қазір сокращениеге түсіп қалып, пандемияның кезінде кішкене сондай жағдайға түсіп, содан қазір үйдемін. Енді негіз библиотекада жұмыс кірдім, орналастым библиотекаға. Осында келгенде менің прабабушкам болды. Сол прабабушкамның қолында тұрып, сол жерде тұрып, оқу орнына түсіп, сөйтіп оқуымды жалғастырып, оқуымды бітірдім. Жолдасым Оралдан, кіші жүздікі, ол да осы жерден, екеуміз осы жерден таныстық. Ол өзі онда жұмыс жасайды. Охранник болып жұмыс жасаған. Сол екеуміз таныстық. Қазір сол екеуміз отау иесі болып, айтып жатырмын ғой жаңа, 4 бала шағалы болдық деп. Қазір жұмысын атқарып, әйтеуір бала шағамызды асырап, жақсы нәтижеде, жақсы отбасы болып тұрып жатырмыз. Мен енді кішкене денсаулығыма байланысты мынау өт жолдары солай қатты мазалап, мынау асқазаным ауырып, поджелудочный дейді ғой, сөжелерім көп ауырды. Больницаға жиі бардым, қаралдым, дәрі ішіп, дәрілерді ішіп, сөйтіп кішкене сондай мазалады әйтеуір денсаулығымды. Өт жолдарым ауырды. Сосын ұйқы безім мазалайды, ұйқы бездерім. Өт жолдарым ауырғанда менің өтім толып қалады. Өтім толып қалғаннан кейін жаңа кислотность пайда болады. Ащы бір не келіп тұрады, запыран сияқты. Сондай құсқым келеді. Сосын азанда тұрсам, азанғы уақыттарда как будто тойып тұрған сияқты тамақ ішкім келмейді, аппетитім болмай тұрады. Сондай толып, бір өт жолдар толғаннан кейін білмеймін, не қылып тұрады, құсқымды келтіріп тұрады. Содан кейін бір түскі уақытта ғана кішкене не болады, солай денсаулығыма солай әсер берді. Содан кейін дәрігерлерге жүгіндім, дәрігерлерден барып лечение алдым. Лечениесін алып ішіп кішкене легче болады. Легче болғаннан кейін ол кішкене уақытша бола ма білмеймін, анау химикаттар болғаннан кейін өзім мен түсінгенім, дәрілерді алып сатып алып кішкене химикат болғаннан кейін білмеймін, легче болады дағы, қайтадан өт жол, қайтадан толып қала ма білмеймін, қайтадан өт жолы ауыра бастайды. Сөйтіп қайтадан кислотность келе бастайды денсаулығым. Сыр беріп жүрді қайта. Сол панкреатитім бар, сол панкреатитім көтеріліп кетеді жаңа, ұйқы безі, сол жерлерім мазалап, ауырып сөйтеді. Ұйықтай алмай жүрем, түнгі уақыттарда бір ұйқы болмай қалады. Енді не себепкер болғанда, енді ойлаймын жаңағы 40 жастан кейін, жас кезде бәрі білінбейді, жас кезде жүре бердік әйтеуір, бәрін ішіп жеп, әйтеуір қазір мынау ішіп отқан тамағымызда әйтеуір, оның да әсері бар ма, кәдімгідей натуральны болмағаннан кейін әйтеуір, содан 40 жастан кейін әйтеуір шыға бастады аурулардың бәрі. Сол денсаулықпен күресіп жүрмін қазір. Мен енді осы жаңа 2016-тан бастап кішкене денсаулығым не қыла бастады дедім, сыр беріп ауырып, не істерін білмей, сөйтіп дәрілерді ішіп жүрдім. Сөйтіп бір күні қонаққа бардым, сөйтіп қонаққа барып едім. Қонақта кісілер жаңа неше түрлі нәрселерді айтып отырды, анау бальзам, тағы бір бальзам, бірдеңелерді айтты, осындай ішсең жақсы болады, ананы ішсең жақсы болады деді. Содан кейін тағы біреулер айтып жатыр, ламифарен жақсы күшті деп. Сосын мен енді көп көрем, инстаграмнан оқыдым ламифареннің составтарын, сосын сол көрейші осын дедім. Сосын бір күн тағы қонаққа барып қалдым. Сол қонаққа барсам опять ламифаренді айтып отыр екен. Сосын мен айттым, неге ішіп көрмеске? Маған айтты, сіз алып ішіп көріңіз бірінші, курс лечениені алыңыз, курс лечение алып ішіп көрсеңіз, жақсы әсер аласыз. Ауырған жеріңіздің бәрін не қылады деді, әсері болады деді. Сосын алып көріңіз деді. Содан кейін мен
заказ беріп көріңіз деді, заказ бердім, заказ алып іштім, біріншісін іштім, сосын ол кісі менен сұрады, қалай жағдайыңыз, қалай жақсы болып қалдыңыз ба деді. Мен айттым, жақсы болып жүр дедім. Одан кейін айтты, тағы көріңіз, екіншісін алып көріңіз. Екіншісінен сөйтіп бір курс лечениені бітірдім. Содан кейін маған ұнағаны, мен уже өзім жаңағыдай внушать етіп, жаңағыдай өзім жақсы сезініп алып ішіп едім. Мысалы, қаншама дәріні ішкенде бір сенбей ішеміз ғой, мысалы. Сосын ой қойшы, эффекті болмайды деп, сосын осыны алып қалай бастап ішіп едім, мен уже эффекті бере бастады маған. Ауырған жер, көп жерлерім ауырмайтын сияқты болып сезінемін өзім. Жүрісімде жеңіл болып кетті, былай немде өзім бір көңілді жүріп кеттім. Содан кейін бір күндері жаңағыдай кислотасы жоқ бола бастады уже менде. Сондай, сосын мен ойладым, мынау значит маған көмектесіп жатыр екен ғой дедім дағы. Сөйтіп өзім сөйтіп іше бастадым. Сосын маған ламифарен, содан кейін өзіме ұнады. Соны ішіп жүрмін, әлде де ішіп жүрмін. Оны енді долго ішесің дейді, содан кейін іше бердім. Соған енді өзім денсаулығыма байланысты, ол бәрі ақшада емес, денсаулыққа байланысты деп осы ламифаренді ішіп жүрмін, өзіме ұнайды. Содан кейін өзім туыстарым да іше бастады, жайлап солар айтып, сол біреу арқылы алдым, содан бастап туысқандарым да іше бастады. Ешкім жалып жасамады қазір, бәрі ішіп жүр, туысқандарымызда бәрі, ой, ана жерім ауыратын еді, мына жерім ауыратын еді, сосын солай іше бастады. Сосын мен жаңа жездем тоже буындар ауыратын тұғын, сустаттары қатты ауыратын тұғын, осы ревматологқа больницаға жатып шықты. Сосын ол кісіге айтып едім, ой, жанына мынау деген керемет нәрсе маған қатты ұнады, мен де осыны ішем, маған жақсы, мына буындарым бәріне жақсы пайдасы болды деп, сөйтіп сол жездемде іше бастады. Содан кейін мен осы ламифаренді ішетін болып кеттім, осы маған ұнады. Қазір өзімді жақсы сезінемін, сол как будто бір шерім ауырмайтын сияқты. Сол қалай ламифаренді ішіп, жаңа курс лечениені бітіре бастадым, басын бастап жүргенде жақсы бола бастадым, өзімді өзім сезінім. Содан кейін ұнады маған, өзі жақсы, кислотасы да жоқ болды. Сөйтіп өзім жақсы сезінем. Маған сол үшін өте ламифаренді мысалы ұнатамын. Жаңа айтып жатырмын ғой, нанобальзам деп. Оны білмеймін, енді өзім сразу ламифаренді ойладым. Соны маған ұнайды деп, сөйтіп соны іше бастадым. Сөйтіп ішіп жатырмын қазір. Мен енді айтатыным осы денсаулығыма байланысты бәрі, денсаулығым бәрі жақсарып, жақсы жүрісім де жақсы болып кетті, денсаулығым да жақсы болып кеткен осы ламифареннің арқасы деп ойлаймын. Осы ламифареннің компаниясына көп рахметімді айтамын. Әлі де осы ламифаренді ішіп, денсаулығымды түзеп, одан да жақсарғым келеді. Жаңа өзіміз жасымыз 45-те болса да әлі жас болғымыз келеді. Осы жасымызда қартаймай, осы бала-шаға немере сүйіп, осы денсаулықтың арқасында жүз жасап, әлі де жасап жүре беруіміз керек. Осы ламифаренді ішіп, осы денсаулығымызды осы жақсартып, ешқандай ауырмай, сөйтіп сіздерге сол көп рахметімді айтамын.